екенсің ғой. Не сен неге сонша Динараға ренжіп жүрсің, ашуланып? Ой, ол үйдегі ақшам бәрін құртып, ана Ақжүректегі балаға ақшам бәрін берейін деп жатыр. Ақшам бәрінен айырылатын болды. Кімге? Ақжүрекке ма? Ол енді тренингке қатысам деп жатыр ғой. Оның тренингінің бәрін көтеріп білесің ба? Ей, ондай болмайтын шығар енді. Иә, өтірік. Дәлелдейсің ал оны отырып. Ой, мынаған қарашы сен. Мынау точно сол ма? Иә, сол. Енді білдің ба? Қандай адам екенін? Ой, онда не үшін сонша күйіп пісіп жатсың? Көрсете сал Динараға осыны болды. Ой, ол сенбейді. Ана Ақжүрек деген баланың ішіне басымен бірге кіріп кеткен ғой. Не істейміз онда? Нәрсе істейді ғой, ақшасын бәрі Айтпақшы, ана Динараның қасында бір жүретін подругаң бар еді. Подругасы. Қайсы? Анау Сая ма? Иә, сол. Білмеймін, ол неге соған мүлде сүйенуге болмайды ше. Ол жап-жақсы қыз ғой. Бопты, онда мен айтып көрейін онда оған. Бірақ оған сүйенуге болмайды. Сонда да айтып көрші, мақұл ма? Қандай Сая, мен саған бір өтінішпен келіп тұрғаным ғой. Анау сендер барайын деп жатқан тренинг бар ғой, Ақжүректің тренингі. Сол алаяқ деп жатыр Ақжүректі. Қойш? Я адамдардың ақшасын өзіне алып алып, потом қаладан тайып тұрады екен. Енді сен соны Динараға айтсаң, сен Динара көп тыңдайды ғой, қасында да жүресің. Енді тыңдағанда иә, тыңдайды. Бірақ құр қолға бата жүрмейді дегендей. Енді шілей өзің подруганың ақша сұрамайтын шығарсың? Онда бар да өзің айт, маған не қыл дейсің? Мен не қатысым бар? Ал қанша дейсің сонымен? Енді 10 штук болады. Енді маған етпейтін шығарсың, сәл төмендетсек? Онда бар да, өздерің айтыңдар. Маған не қыл дейсің? Мақұл, бір өтініш айтқанда осындай қылады екенсің. Бұл ақша да на. Бірақ точно айтасың. Иә. Алдап кету болмасын. Қашан алдап едің сендер? Тас қылам ғой. Тас қылам деп басқа нәрсе болып қалып жүрмесің Сая. Пока. Сосын жауабын айтасың ғой маған. Динара, айтпақшы ана біз барайын деп жүрген Ақжүрек па? Иә, Ақжүрек. Сол жігіт таза алаяқ екен ғой. Кім айтты оны? Бәрі айтып жүр ғой. Ой, оттай береді олар, көре алмайды ғой просто. Білесің ба, Ақжүрек біздің Қазақстанда ең мықты мотиватор. Соның арқасында қаншадан ақша тауып отыр ғой, білесің ба? Иә, күшті адам ол. Негізі ондай қой көріп көре алмайтын деген. Мен де бір түрінен көріп тұр ғой, жап-жақсы адам екен. Иә. Не ғой, айтпақшы, сен оған не үшін барасың? Мен сенімен жағдай білесің ғой. Папам бизнесі құрдымға кетті, мамам да жағдай қиын. Мен де Лауралар сияқты өмір сүргім келеді ғой. Ол мадияр түсінбейді, өмір маған кедергі бола береді. Мен оған қалай айтам? Кішкентай ғой, менің проблемамды түсінуге. Ол шлей ағымыш, жарайды. Мен қазір келем, иә? Не сен есің дұрыс па? Өле? Мен саған Динараға шын тұтатуын көндіргенім ғой. Ал кел ақшамды. Ақша жоқ мен. Сен айтып дедің, мен Алдауын дедің ғой сен, Сая, нечестно так? Ай, мен айттым ғой, ол ары қарай мен не істеймін, көнбейсің. Ал кел Сая ақшамды. ақшам қойдық кешір. Сен ана қуат. Сая, тоқта. Не болды? Келісті ма? Жоқ. Ана Сая бар ақшаның бәрін қағып алып. Алдап кетті өтірікші дейсің. Не істесек болады енді? Білмеймін, бір амал табар енді. Динара бар ақшасын айырылып қалатын болды ғой енді өсіп тұрғанда. Осы кезде маман табылса қойасың. Иә, есіне түсірген жақсы болды ғой. Бір кісі бар. Так, не мәселе? Не шешу керек? Менің Динара деген әпшем бар. Бір ана Ақжүрек дей ма, сондай бір баланың тренингіне барып қатысам, ақшам бәрін құртап жатыр. Оны не істеуге болады, соны айтсыз. Осы ғана ма проблема? Ол менің жұмысым ғой. Шешеміз бе? Сонда бізге не істеу керек? Соны айтсаңызшы нақтырақ қылып. Ол үшін Ақжүректің жолын жабу керек. Қалай?
Бұл не? Алдыңғы жасаған жоспарларымсың. Бірінші, бұл ақ жүрек. Мынау сенің әпкең. Сенің әпкең мен ақ жүрек екеуін кездестірмеу керек. Оларды қалай кездестірмейміз сонда? Былай жасаймыз. Ондай болмайды екен. Мен басқа бір планым бар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің тренингіме келген болашақ миллионерлер, мен бүгін сіздерге қалай қалтаңдағы ақшаны 2 есе көбейтуге болатынын айтамын. Ол үшін ең алдымен менің Каспийгі номеріме 100 мың теңге салып, оны 200 мың етіп көбейтіп алуға болады. Ол туралы. Алдымен менің номерімді хабарлай өтейін. 8. Менде сұрақ бар. Қандай сұрақ? Сіз алаяқсыз. Сіз ақшаға құмарсыз. Бәріңізді яқты алдап отырсыз. Менде дәлелдер бар. Міне. Вот, осылай болады. Менде сұрақ бар. Сіз алаяқсыз. Сіз ақшаға құмарсыз. Сіз бәріңізді алдап отырсыз. Менде дәлел бар. Не айтып тұрсыз? Не айтып отырсыз сен? Мына жерде сағат көрсетіп тұрсың ғой сені. Сен өзің алаяқсың, шыға бар, кетіп бар. Сабыр сақтайық. Уайымдамаңыздар, ешқандай уайым жоқ. Өмірде сондай байлықты өтірік деп ойлайтын. Ең бастысы байлыққа сіздер сенсеңіздер болды. Ол сіздердің қолдарыңызда болады. Мен сендім, байыдым. Ал менің кейбір сенбеген достарым, жолдастарым қазір не істеп жүр? Базарда тащи сүйрейді, көшеде ақша сұрайды. Ал мен міне сіздердің алдарыңызда жеңіл жолмен ақша тауып байып жүр. Сіздер де сондай боласыздар. Сондықтан ең алдымен өздеріңізге сенеміз, өзімізге қошемет. Мұнылар мені қып шықты, тасташ. Қалай достар, сіздерге біздің тренингіміз ұнады ма? ұнады. Ендеше ұнаған болса, Мейрам Академиясына келіп, біздің топпен бірге біздің сериалдарға түсіп, жұлдыз болыңыздар!